армысыздар, каналыма тіркеліп лайк басып комментарий қалдырсаңыздар болады. Ұятсыз Ерболдың ар-намысын қалай аяққа таптай салдың, енді оның бетіне қалай қараймыз деп едім. Ұялатын Алима жоқ, досың жарты ай вақтыда келгенде де жарытып жатқаны шамалы. Енді маған не істе дейсің деп бетіме бақырая қарады. Жар дегенде жалғыз досым Ерболдан айырылып қалай деп тұрмын. Есімді білгелі сырласымда, мұңдасымда, жанаршымда болған жігіттің төресі еді. Басым айналып, есім ауысып, досыма опасыздық жасадым. Ербол екеуміз мектептен бірге келе жатқан доспыз. Бір сыныпта оқыдық. Бауырдай боп кеткен адамдармыз. Мен университетте түсіп, Ерболдың жолы болмай ауылда қалған. Апта сайын ауылға келіп көрісіп тұрдық. Досым келді деп мереке сайын ауылда отырыс ұйымдастырып бас қосып тұрушы едік. Сондай бір мерекеде Ербол мені құдашасымен таныстырды. Алима деген қыз дәл мен оқитын университеттің басқа факультетінде білім алады екен. Танысып телефон алмасып қалаға келгенде кездесіп жүрдік. Алиманың менде ойы барын екінші кездескенде-ақ білгем. Сол себепті сөз салып жүре бастадық. 2 жыл бірге болдық, бірақ артық ауыз әрекетке бармадық. Шынымды айтсам, университет бітірген жылы Алимаға деген сезімім суи бастады. Жақсы көрмеген адамның бойынан кемшілік іздегіш келесің ғой. Бір күні мұрны, екінші күні бойы ұнамай, ақырында мінезінен мін іздеп, ақыры ұрысып тындық. Айтуынша бұрынғы жүрген қызы Алима оның ауылдағы досына тұрмысқа шыққан. Үйленетін қызың бар ма деп үйдегілер серьезно әңгіме бастай бергесін, үйленуге тұрарлық қыз қарайын деп өз жөніме кеттім. Бір күні мен үйленейін деп жатырмын. Қыз жаққа жолдас бала боп барасың, дайындал деген SMS келді. Сөйтсем, Ербол досым өзінің туған құдашасы Алиманы алуға ниет етіпті. Алима екеуміздің арамызда махаббат болғанын білмесе керек. Өз сезіме сенімсіз болғандықтан Алимаға да Ербол білмей-ақ қойсын деп айтып қойып едім. Соған қарағанда ол да тіс жармаған боп тұр ғой. Не керек, межеленген күні Алиманың үйіне құда түсіп барып, досыма келіншек етіп әкелдік. Бірақ екеумізде сыр білдірмедік. Тойлары өткесін досымнан іргемді аулақ салған жөн деп шештім. Жап-жақсы отбасы боп кетті. Көп ұзамай қызды болды. Сен мені ұмыттың, ауылдағы досыңның аузы сасық болды ма, келген кезде кірмейсің деп досым хабарласқан сайын өкпесін білдіретін. Сол себепті ара-тұра үйіне барып, Алиманың тамағын жеп тұрдым. Ербол ештеңкені сезбейтін сияқты. Барын алдына тосып, әйелін зыр жүгіртіп күтіп алады. Тек Алиманың ботадай көздері мені ішіп жеп беймаза күйге. 1 жылдан кейін олар қалаға көшіп келді. Көшкенде де үй таппай қалғандай, дәл мен тұратын ауданның пәтер жалдағанын қарамайсың ба? Көші болдық. Енді менен қайда қашып құтыласың деп досым мәз. Бойдақсың ғой, біздің үйден тамақ ішіп тұрасың енді деп қоймайды. Жұмысым көп деп сылтауратып үйіне барудан қашып жүрдім. Алайда оны баласының ауырғанын сылтауратып досының әйел үйіне шақырып алған. Ол кезде күйеуі вақтыда жұмыста болыпты. Бір күні вақтыға жұмысқа кеткен Ербол хабарласты. Айбек, машинаң бар ғой, аптекадан дәрі алып Алимаға апарып бере аласың ба? Кішкентай ауырып ыстығы шығып жатыр екен. Үйде бір өзі еді, баламен шыға алмай отыр деп өтінді. Ондай кезде арам ойламайсың ғой. Айтқан дәрісін алып дереу досымның үйіне жетіп бардым. Барсам, үш көйлек киіп, шашын жайып алған Алима есікті ашып тұр. Үйге кір, әңгімем бар айтатын деп қояр емес. Не керек? Шай ішіп кеткенде еске алдық. Сен коньяк ұнататын едің ғой, бір рюмка ішейікші деп қиылғасын қарсыласпадым. Бірақ бір рюмканың ауылы алыстап кетті-ау. Түк білмей сол үйде ұйықтап қалыппын. Таңертең тұрсам, жанымда Алима ауырып қалды деген қызы пысылдап ұйықтап жатыр. Тұзаққа түскенімді сол кезде білдім. Арамызда Алима мені осылайша өз дегеніне көндіріп, ақыры қойныма кірген екен. Қыз күнінде ақыры үйленеміз ғой, бірге болайықшы деп қоймаушы еді. Ұятсыз Ерболдың ар-намысын қалай аяққа таптай салдың, енді оның бетіне қалай қараймыз деп едім. Ұялатын Алима жоқ,
досың жарты ай вақтыда келгенде де жарытып жатқаны шамалы. Енді маған не істе дейсің деп бетіме бақырая қарады. Не айтарымды білмей үйінен зытып шығып кеттім. Ендігі досына оның әйелімен арасындағы болған жайтты айтуға ойлаған ер адам көпшіліктен кеңес сұрайды. Содан бері Ерболдың көзіне түсуден қашып жүрмін. Әңгіме айтайық, стадион жаққа шықсай деп хабарласады. Күнде бір сылтау айтып, ойлап табам. Достығымызға сызат түсірген әйелін иттің етінен жек көріп кеттім. Менің тастап кеткеніме кектеніп істеді ме, әлде шынымен менде ойы бар ма? Ойлай басым қатып кетті. Жүріп жүрген қызым бар. Үйленіп басқа қалаға көшейік десем, мен бір үйдің жалғыз қызымын. Әке-шешемді тастап кете алмаймын деп көнбей отыр. Жасым болса 30-ға таяп қалды. Не істерімді білмеймін. Досыма шындықты айтқан дұрыс па? Әлде үндемей үдей бәледен құтылғаным дұрыс па дейді. Арадағы қаншама болған жайттардан кейін қалай оны жасырып жүрмекпін? Жасырғанмен не өзгереді? Бір күні біліп қойса не боларын тағы ойлаймын. Ыстық сезімнің елегізіп бетіне шығып тұрған күйі от басқанымды білдім. Бұдан қалай құтыларымды енді білмеймін. Сөйтіп Алиманың тұзағына түскенмен енді одан құтылар емеспін. Ойласам ойым сан-саққа жүгіреді. Арақтың осындай зиян екенін біліп, не кешкенімді белгісіз. Ақыры құтыла алмадым. Досымның бетіне қалай қарарымды тағы да білмеймін. Не ойларымды білмей тағы отырмын. Адам өзінің істегенін ойлай тұра, қалай оны көтеріп жүретінімді тағы ойлаймын. Қандай ыстық сезім болса да, Алиманың істегені опасыздығы әлі күнге кетер емес.